Құрметті Көксу ауданының тұрғындары мен қонақтары, ағымдағы жылғы 1 қыркүйегінен бастап облыс аумағында республикалық учаске жедел профилактикалық іс-шарасы және 27 тамыздан бастап бақытты отбасы, бақытты ел акциясы жүргізілуде. Аталған іс-шараның негізгі мақсаты қылмыс пен құқық бұзушылықтың алдын алу. Оның ішінде отбасылық тұрмыстық алкогольдік мас күйінде кәмелетке толмағандармен және оларға қатысты көшелерде және басқа да қоғамдық орындарда жасалатын қылмыстардың алдын алу. Осы мақсатта Көксу ауданы Балықби ауылында орналасқан притондар мен иесіз қалдырылған үйлер, қолайсыз жанұялар, қорғау нұсқамасы қойылған және ерекше талап орнатылған тұлғалар мекен жайы бойынша қару иелері тексерілді. Жалпы учаскелік полиция инспекторлары әкімшілік аумақтағы үй-жайларды аралап қылмыстың алдын алу түсіндірме жұмыстарын жүргізіледі. Сонымен қатар тұрғылықты үй-жайлары жоқ 2 адам Талдықорған қаласындағы қабылдап тарату орнына жеткізіліп, орналастырылды. Кәмелетке толмағандарды бейімдеу орталығына 2 кәмелетке толмаған бала орналастырылды. Оның біреуі ата-анасы құқығын шектелген және бір бала анасы ішімдікке салынған. Осыған орай, құрметті тұрғындар және қонақтар, сіздерді жүргізіліп жатқан іс-шараға түсінікпен қарап, қарауларыңызды және құқыққа қарсы іс-әрекеттер жол бермеулеріңізді сұраймыз.